Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін қамыр өте оңай дайындалатын және өзі жұмсақ болып шығатын өте тәтті, үлпілдек булочки пісіреміз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығары сөзсіз, ал дайын болсаңыздар бастайық. Сонымен достар, булочки қамыры үшін 250 грамм жылы сүтті терең ыдысқа құямыз. Одан кейін оған 100 грамм қант және бір ас қасық толтырып ашытқы саламыз және қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді осыған жарты шай қасық тұз, бір жұмыртқа және бөлме температурасында тұрған 60 грамм сары майдан салып, тағы араластырып аламыз. Ал қазір алдын ала еленген 500 грамм ұнды аз-аздан қосып, қамыр қоюланғанша осылай араластырып тұрамыз. Ұнның барлығын бірден қосуға болмайды достар, міндетті түрде 3-ке немесе 4-ке бөліп қосу керек. Сол кезде қамыр ойдағыдай жұмсақ болып, булочки үлпілдек болып шығады. Қамыр жақсы қоюланып, оны қасықпен араластыру қиындаған кезде үстелге кішкене ұн шашып, оны үстелдің үстінде қолымызбен жақсылап билеп аламыз. Мінекей достар, соңында қамыр осындай жұмсақ және қолға жабыспайтын болуы керек. Енді қамырдың бетін жауып, оны жылы жерге жақсы көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қоямыз. Мінекей достар, қараңыздар, қамыр керемет көтерілді. Қазір оны үстелге түсіріп, тағы бір басып аламыз. Енді қамырды тең 2 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалатып аламыз. Және бір домалақтың бетін міндетті түрде жауып қойып, екіншісін видеода көрсетілгендей жайып бастаймыз. Қамырдың формасын тік 4 бұрыш етіп жаямыз. Ал қазір достар, осы қамырды тең 10 бөлікке кесеміз. Және әр бөлікті тағы мінекей осылайша кесіп шығамыз. Сонымен қатар достар, қамырдың шетіне өзіңізге ұнайтын кез келген салмадан саламыз. Мен варенкадан салдым, одан басқа сүзбе, қою варенье немесе джем салсаңыздар да өте тәтті болып шығады. Булочкиларды видеода көрсетілгендей кішкене созыңқырап ораймыз. Енді булочкиларды противенге салып, олардың бетін жауып, осылай 10 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткесін булочки бетіне жұмыртқа сарысы мен бір ас қасық сүтті араластырып, жағып шығамыз. Булочкиларды алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Қараңыздаршы достар, булочкилар өте әдемі болып шықты. Қамыры да енді жұмсақ, бір жесең тоқтау қиын екен. Салмасы да ағып кетпейді, жасалуы да өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден 100% шығады. Достар, маған қолдауларыңызды көрсетіп, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.